Айтар әңгімесі бар. Қандай әңгіме екені қызық па? Бастығым дейсіз бе? Ол кім өзі? Жылдамырақ қимылдаңыз, кілемді былғап алмаңыз. Жылдам, Уейтмер мырза күткенді ұнатпайды. Оны Уейтмер мырза немесе сэрде. Рұқсат бермейінше отырма. Қысқа әрі нұсқа сөйле, түсінікті ме? Қорықпаңыз, ол тістемейді. Оның ондай әдеті болмаған. Мынау менің атам ғой. Және өте тамаша зерттеуші Принстон Уейтмер. Өте қуаныштымын, Майло. Йогамен айналыспайсыз ба? Жоқ, рахмет. Сіз менің атамды танушы ма едіңіз? Біз университетте танысқан болатымыз. 66-шы жылы. Атаң менің ең жақын досым болатын. Оның ақылға қонымсыз экспедицияларының бірде-біреуін қалдырған емеспін. Өзі бір ерекше адам болатын. Сіз жайлы көп айтады. Ал сіз жайлы тіпті естімеппін. Өзім жайлы жариялағанды ұната қоймаймын. Мен әрдайым көлеңкеде жүретін адам. Уейтмер мырза, мені мұнда не үшін шақырдыңыз? Үстелдің үстіндегін алыңыз. Ол сізге. Шынымен де, бұны маған атам қалдырды ма? Бұны маған бірнеше жыл бұрын берген болатын. Егер қандай да бір жағдайға душар болсам, немереме тапсыр деген. Есейген кезде қолына бер деген болатын. Ол мүмкін емес. Бұл шіркеу қызметкерінің күнделігі ғой. Уейтмер мырза, бұл кітапта Атлантида құрлығына қалай жету керек екендігі жайлы жазылған. Білесіз бе? Атлантида дейді ғой. Жоқ, мынаған қараңыз. Координаттарына дейін көрсетілген. Мұның жай ғана